Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен. Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен өте дәмді восточный пирогты рецептісімен бөліскім келеді. Жасалуы өте оңай әрі пайдалы пирогтардың бірі. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен пирогтың қамырын дайындаймыз. Ол үшін електен өткізілген ұнға разрыхительді салып араластырамыз. Оның үстіне холодильниктен 10 минут бұрын шыққан сары майды салып, қолымызбен жақсылап біріккенше араластыратын боламыз. Құрметті көрермен, қазақ тілді каналдың дамуына өз үлесіңізді қосып, менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, видео ұнаса лайк басып, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Араластырып болған қамырымызға 2 ас қасық қантты саламыз. Оның үстіне 1 жұмыртқаны салып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Пирогтың құрамына қажетті заттардың барлығын әдеттегідей видеоның астына грамдарын барлығын жазып қалдыратын боламын. Дайын болған қамырымызды бірден формаға орналастыратын боламыз. Менде 24 диаметрлік форма. Ұнды себеміз және қамырымызды аздап қолымызбен жаямыз. Бір тегіс, бір келкі болу үшін ақырындап оқтаудың көмегімен жайып шықсақ та болады. Жайып алған қамырымыздың үстінен пісіретін формамызбен бірдей болу үшін сол формамызбен домалатып кесіп алсақ та болады. Және жан жағындағы қамырды алып тастап, ортасындағы домалақты формамызға дәлдеп салатын боламыз. Жанында кесілген қамырларды жинап тастамаймыз. Оны қазір формамыздың жан жағына бортиктер жасайтын боламыз. Осымен біздің пирогымыздың основасы дайын. Шанышқымен тесіп, холодильникке салмасы дайын болам дегенше 10 минутқа сала тұрамыз. Салмасына бізге қою сапасы жақсы, сгущенный молоко керек және кептірілген өрік, грек жаңғағы және мейіз қажет болады. Мейіз бен грек жаңғағын қалауыңша ауыстыра беруге болады. Мен осы жолы үйдегі бар сары мейізді қолдандым. Және видеодағыдай өрікті осылай барлығын ұсақтап турап аламыз. Және грек жаңғағында тісімізге тістегенде ыңғайлы болу үшін қатты ұсақтап жібермей орташа көлемде турап шығатын боламыз. Салмасының барлығы дайын болғаннан кейін холодильниктегі основамызды алып, үстіне тураған өрігімізді саламыз, грек жаңғағын салып, оның үстіне мейізді салып, сгущенный молоконы жақсылап барлық жеріне жететіндей етіп құйып шығатын боламыз. Достар, сіздерге видео рецепт пайдалы болса, лайк басып, комментарияға өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Және де менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаның белгісін міндетті түрде жазып қойыңыз. Арнада жаңа рецепт шыққан бойда сізге хабарлама баратын болады. Мінекей өте қарапайым, оңай дайындалатын пирогымызды дайындап алдық. Енді осыны 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіретін боламыз. Пирогымыз 35 минутта пісіп дайын болды. Формадан ыстықтай босатпай 2 сағаттай суытып қоятын боламыз. Енді формасынан босатып шайға ұсына берсеңіз болады. Өте керемет болып шықты. Сіздер жасап көріңіз. Сіздермен бірге болған Ұлданай. Келесі видео рецептте кездескенше.